Қаңлылардың қалалық мәдениетінің дамуы. Зерттеу сұрағы. Қаңлыларда қала мәдениетінің дамуы немен байланысты? Бұл сабақта біз Қаңлы қала мәдениетінің даму себептерін анықтаймыз. Қаңлы тұрғын үйіне сипаттама жасаймыз. Қаңлы мемлекеті сауда жолында орналасқандықтан қалалар гүлдене бастады. Мемлекеттің ірі сауда және әкімшілік орталығы Битянь қаласы болды. Көбінесе Сырдария өңірінен табылған, біздің заманымыздың 3-4 ғасырларда соғылған, салмағы әр түрлі 300 теңгенің табылуы тауар ақша қатынастарының дамығанын дәлелдейді. Өзге елдермен де сауда қатынасы жақсы дами бастады. Отырар алқабындағы Мардан қорымынан қытайлық ақша табылған. Қаңлы тұрғындарының халықаралық саудаға қосылғанын қолөнер заттары да растайды. Мысалы, Сырдария бойындағы қалалардың орнынан түрлі түсті шынылардан жасалған моншақтар көп табылған. Үндістаннан піл сүйегі жеткізілген. Отырар қорымдарынан табылған кәріптас янтар моншақтар Балтық теңізі өңірінен әкелінген. Жу патшасының тарихында Қаңлы елінен алтын, күміс, асыл заттар, хош иісті майлар, кілемдер, қымбат аң терілері шығады. Көп елмен сауда жасасқан едәуір қалалары болған деп айтылған. Қаңлылардың тұрғын үйлері қандай болды? Археологтар қаңлылардың көптеген қонысы мен қорымында қазба жұмыстарын жүргізген. Бұл ескерткіштер Қауыншы, Отырар, Қаратау, Жетіасар мәдениеттеріне жатады. Оған қоса, қазақстандық археолог Подушкиннің пікірі бойынша, қаңлылардың материалдық мәдениеті оңтүстік Қазақстандағы Арыс археологиялық мәдениетінде де көрініс табуда. Отырар Қаратау мәдениетінің ең ірі орталығы Көк Мардан қаласы. Мұнда бақшаларды суаратын арықтар тартылған. Қала орталықтарынан дәнді дақылдардың қалдықтары, жемістердің дән сүйектері табылды. Тұрғын үйлердің жанынан қор сақтауға арналған қыш көзелер мен ыдыс қалдықтары кездеді. Жетіасар мәдениетіне жататын қалалар біртектес. Қалалар күшті және дамыған қорғаныс құрылыстарының жүйесімен ерекшеленеді. Құрылысқа көлемі үлкен шикі кірпіш, күйдірілген кесектер пайдаланылған. Параграф мәтіндерін және суреттерді қолдана отырып, қаңлылардың тұрмысын сипаттаңдар. Ежелгі қаланың суретін салып көріңдер. Мына тауарларға қаңлылар айырбас ретінде қандай заттар ұсына алады?